Алматыбызға кеш қалайсыздар? Не әңгіме жобасының кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Так, ютубтан қарап келгендер бар ма? Шабуыл ұрып қойыңызшы. Ютубтан қарамай просто типа жер деп етіп келгендер бар ма? Күшті. Мнениесі жоқтар ғой олар. Сізді кім ертіп келді? Сіз ертіп келдіңіз ба? Тірі жеканы көресің. Ұстауға болмайды. Не? Жоқ, арамызда. Мәке, соңғы кездерше мен нетіп бастадым ғой, арықтап бастадым ғой. Мен білмеймін, айттым ба бұл шоуда, айтпадым ба? Арықтағаныңды всегда айта жүрсіз. Жоқ, оны любой ситуацияда айта аламын ғой мен. Бір күн мен қорқам барғанда похороны болып жатады ғой. Біреу жақсы адам беді, жақсы адам етін, айтым сияқты, мен айтымға барып жүрмін ғой, білесіңдер ма деп. Мен любой жерге тығам ғой. Біреу жылап жатсың ба, тоже калорий жоғалтып жатсың ғой. Калорий демекші менге арықтап жүрмін ғой деп. Любой нәрсені соған алып келесің ғой. Мен баяғыда Джон Джонс бар, Джон Джонс танитындар бар ма, UFC-де? Өте мықты боец. 2011-2012-де мен Америкада отырып шай ішкенмін қасында, шынымен де отырып былай шай ішкенмін ше. Содан кейін ғой чемпион болған ол кісі. Сол ғой. Содан кейін 13-те қайтып келдім. Құдай-ау, 20-ші жылға дейін айттым ғой соны. Любой жерде андай. Саламатса, типа, нан қаншадан, 90-нан болып жатыр десе, деп UFC қарамайсыз ба деймін ондай. Нан қаншадан 90-нан, ол 90 килоға шығады. 90 плюс. Джон Джонспен шай іштім ғой. Мәне сондай. Джон Джонс айтып жүрген шығар ар жақта сізбен шай ішкен. Так, мына сокты пробивать етсаңыз, сосын кезінде Джон Джонспен осындай печенье жеген бір шайды тоже пробивать етсаңыз. Маған кола бере саласыз ба? Шай жоқ, Джон Джонспен ішетін. Менде де сонда қандай, мына жақта ограничение қанша? 40 тастадым мен, 40 килограмм тастадым. Депше сондай да. И андай адамдар пайда болды қазір. Любой адам өзін айтым деп сезінеді менің өмірімде. Мен бетіп фудкортта отырып реклама түсіріп жатырмын. Мен 120 калорий жеп, бір суткіде примерно өліп жүрген кездер айтымда. Қарным қатты аш. И реклама түсіру керек. Ол рекламада бір бала фри жеу керек. Бет отырып фри жеу керек. И біз Меган қасында оқып қалдық та фудкортта бір фри алдық. Бір жерден ала салдық, отырдық. Бізге төлемеген жерден төлесе, айтылатын жерден етті ол. Соны фридің өзін. Әшейін фридің өзін сатқың келіп тұрған жоқ қой сен, фридің өзі фри емес дейсің ғой. Ана фри жеп жатыр, мен оған қарап қиналып жатырмын да, и өткен кеткен адам. Осылай ойлаш. Айтымға айтам кәз деп. Кәдімгідей бір кісімен ерексіп қалғансың ғой. Айтым өзі болып шықты ма? Ол мен ғой. Деген ба айтым. Жоқ, артық кетіп қалып, келіп, ты че кушаешь? Ұялмайсың ба, деп өйстіп әңгіме айтып жатыр ғой, маған ойлаш. Да, ты че? Бетіне қарап, сен малсың ба дедім, тура өйстіп. Малсың ба, сен адамсың ба дедім. Сен кімсің, біз таныспыз ба екеуміз? Қалай сен жақындап сөйлесесің адамға дедім. Молодой человек, я вас не знаю дедім. Сөйтіп ерексіп қалды кәдімде. Мен қарным ашты. Ол не деді, маған интересно. Ұрсып жатыр ма? Айтымнан ұялмайсың ба? Ол сен солай арықтатып жүр, сен жүрсің. Мен бір рет бургермен ұстанып қалдым ғой. Соны бәле қылып айтып жатыр да, анау жүрсің машинада бургер жеп. Мен әкем үйтіп ұрыспаған шығар, мен до того енді опускать етіп тастады ғой ар жақта. Сөйтіп жайлап ана адам же қойдым деші. Тамақ демекші бар ғой, жігіттер осы жейтін соңында сіздерді үйіме етке шақырғым келіп жатыр, бешбармаққа. Ақтөбеде мощный ет келді кешегіде. Бір чемодан ет келді. Етке және бір ПП ет бар қасында. Саған болады ғой да? Иә. Қара еті да бар, ішінде қазысы да бар. Өткенде сойып өзімді ұздап кеткенім. Ол қазір барайықшы. Мен шақырам. Лайфхак маңдай ғой, қазір күні бойы тамақ жемейсің да, қонаққа барсаң ше. Аз-аздан тамақ жейсің да, барып қонаққа барған кезде өлгенше тамақ жейсің. Как раз біздің үйге өлгенше келіп тамақ жеп кетті, потому что Таласып жек қалмайық, кішкене той кел. Таласып дегенде саған талас жоқ қой, ол жерде мен жейтін болсам. Шанс жоқ қой саған досым. Мен бір қазын салсам той қаламын ғой. Онда жеканы қолыңды создың, пустой тарелка тұрады.
жақсы тағы бар ма деп тұрамын мен. 3 табақ ет алсам конкретно, потому үш что табақ так жека үш табақ Үш табақ жедік те мен, бір табағы мен. бір табақ жека. общий 4 табақ болады десе. Иә, үш табақ, мен табақ деп жатырмын ғой, түсіндің ба, типа юмор. Үш табақ, бір табағы мен, и сен тұрасың да бір табақ жека деп айтасың, ойлашы. Табақ деген ақтөбеше томпақ дегенді білдірмейді, табақ деген табақ. Сол табақ сал кетіңдер дегенде сен көтеріп алып кетпесің. андай бітіргенде келін келіп жеканы алып бүйтсе ма? Мені бүйтіп көтерген келіннен айналайын десең. Қолы бүйтіп напрягать етіп кетті. Бақытты Жоқ, андай машина бар ғой бүйтіп екі темір деп көтер. Магнумда құлап түсетін басасын. Андай официанттар болушы еді ғой, білесің ба? Былайынан бір табақ қойып, мына жерге бүйтіп қойып алатын. Сөйтіп мына жерге 2 табақты қойып, жеканы қойып бүйтіп алып. Мен ана видео көргенмін кезінде, ана жол тиктоктан. 2-3 табақ ұстап келатып құлайды ғой. Үндіс па? Қазақ балдарда құлайды. Соңында бүйтіп ит билеме ма? Анаға деймін. Жаңа бір бала екі табақ ұстап келатыр ғой бүйтіп. Келе жатқан кезде кетеді ғой, мынау кетіп баратыр, уже равновесие кетті, значит мынау да құлайды деген сөз ғой. Ол мынаған қараймын деп жатқан кезде, мынау уже үстінен кетіп баратқан кезде былайынан құлады, короче. Ана қасында официанттар бүйтіп айналып өтіп кетіп баратыр. Тойда ма? Тойда. Күйден бұрын бүйтіп. Неге айтып отырмын осының бәрін? Просто табақ деген сөзді естіген сайын маған кішкене обидно болып отыр, ол нормально ма? Жоқ, Жека, таба дей берейік. Сен стройняшкасың. Сен уже табаққа жатпайсың. Қазір қара. Мысалы үшін мен табақ деймін, қарама маған, ема? Табақ. Қабақ деген қай жерде қолданады? Қабақ емес па, брат? Табақ деген табақ қой. Табақтай деп айтады ғой, табақтай деп. Қабақ деген де келе береді. Негізі барысы бірінші әріпін өзгертіп ұра бересің ғой. Сабақ. Жабақ. Бәрі келе береді. Жекаға уже ондай, просто андай стереотипно, бэкграунды, бұрынғы сондай немелер ғой, әзілдер ғой. Айтпесе уже қазір өйтіп айта алмайсың ғой, жека. Қой жека. 90-60-90 ғой жека. 90-60-90 килограмм. Уже Нұрболат Абдуллин. Қойсаңдаршы. Уже Нұрболат Абдуллин секілді 4-5 түймесін ашып қойып бүйтіп. Скоро Fashion Weekқа шығады шығар. Базар жоқ, андай мені андай мақтап жатып, Абдуллинмен салыстырмапты әлі. Екі түймеңді ашса көрейік та. Түйме жоқ. Ана атлайн деп тұрған үшіншінде ашшы. Жыртайын ба елі? Ой, бұл 1200 футбол кісіге тау, 1200. Айтып тұрма, арыстансын деймін. Сөйтіп неге айтып жатырмын мен осыны? Русқа қонаққа барамыз. Ойбай деп айтатын еді. Алматыға келгелі, оказывается, Алматыда қалалық өмірде андай шауып жүре бересің де қонақ шақырмай кетеді екенсің үйге. Біздің үйіме қонақ келмегелі жарты жылдан асып кетті ше. Кешегіде ет келгенге айтамын да, мен қонақ шақырайықшы деп. Потому что өзім, например, мен кәдімгі күнде қонақ келетін үйде өскенмін да. Құдайдың құтты күні бүйтіп үйге ассалаумағалейкум деп просто не в теме адамда кіріп жатады андай. Ой, деп жүгіріп барып ит асып атасың. Сондай үйде өскем, қазір оказывается алматинский болып кетіп, вообще үйге қонақ шақырмай кетіп. Күнде барып тұрамын сіздің үйге. Ассалаумағалейкум деп кір. Деп ес жауып тастаса ше. Адрес өзгеріп кетті, біз қойып кеттік. Уағалейкумассалам. Уағалейкумассалам буф деп. Андай ансаған бүйтіп келіп, ассалаумағалейкум деп глазоктан бүйтіп біреудің өткенін қарап тұратын секілді былайынан. Көрдің ғой, рус өттің ғой жаңа былай қарай. Жа біз емес ал десе. Білмеймін, тап сені жеңген әйтеуір қатты жақсы көреді аңса. Бұл барамыз, осы аптада ет жейміз барып. Ет жеңдерген. Өркеш те бар ішінде. Одан кейін, сол отырыстан кейін бүйтіп ана дастархан жинап тастаймыз ғой. Дастархан бос болып қалады, сол кезде картаны. Қонақта болу, қонақ шақыру деген теманы қозғағым келген по идее. Анау қонақ демекші, сіз бір нәрсе. Жоқ, айта бер. Ана есіме түсіп кетті да, сен қонақ күткенде бейт жүгіріп жүресің деп айттың ғой. Bir нәрсені жек көретінім мен ше. 21-ші ғасыр. Бәрінің үйінде кран мен су бар. Бірақ неге үйге келген кезде твоя налевон құмғанын беріп қояды. Еще біздің ауылда құмған қорғасынан жасалған құмған болады ғой анау. Андай ауыр ше, сенде болыпты ғой, Ана, су толтырмасаң да су толтырып тұрған. Бүйтіп атыр, қолы накачан. Ана, құмғанды ұстап тұрасың, қиясың, и тазик ұстап тұрасың. И қонақ кірген кезде, на входе қолын жуасың да, и сүлгі бересің. Мен айтамын да, зайди в ванну, елки-палки. Түсінбейтін, вот соны жек көретін, андай бессмысленный жұмыстар болады. Жоқ, ол негізі
мен бір салиқалы әңгіме айтайын осы жерде. Оны неғып құяды дейсің, кран бәрімізде бар. Ол шләңгі да бар үйде, надо будет. Ол үлкен кісілердің батасын алсын деп. Иә. Сен кішкентай кездеріңде қолға су құйған жоқсыңдар ма? Жоқ, кран бар, кран жоқ просто. Бізде семей жақта ондай дүние жоқ. Кетші бар. Иә. Қалай жоқ? Олай жоқ, кіресің Натуре просто. ма? Ваннаға кіресің, унитазың тұрады, раковинаң тұрады, қолын жуасың. Жоқ, ана заманшы біз кішкентай кезімізде. Бізде ауылда ешқандай жерде ондай дүние болған жоқ. Ауылдық қолын жумай ма не адамдар сонда семейде үйде жуып шыға ма бүйтіп? Ана қол жуатын нәрсе. Адамдар умывальник деген жасап шығарған ғой, соған бүйтіп жуады да умывальниктар. Бүйтетін умывальниктар ше бүйтетін. Умывальник қол жуушы ма? Сосын Бізде андай үйге қонақ шақырады, мысалы, бір залда чисто шалдар отырады, екінші залда чисто кемпірлер отырады, да фигиша айналып, соны бүйтіп шығасында каждыны фук бақыт бол айналайды. Тазигіңда неше түрлі нәрселер жиналып жатады ғой, Еще андай сендер жемегенсіңдер ма не жартысын? Уже ауылдың адамдарын қолынан танисың, бетіне қарамайсың, ұрып жатасың, бір кезде андай саусағы жоқ қолда шығады, о, Өсербай ата, таң. қалай? Өсербай ата. Сондай. Не деп естіп қалдың сен? Жоқ, вообще түсінбей қалдым. Жа қолдарына қарап танисың, шик шығасың. Ол ет жердің алдында нормально, полайтово, потому что адамдар бүйтеді да. Бақытты бол айналайын. Бақытты бол айналайын. Кетеді. Ет жеп болғаннан кейін қиындау болады. Мына жерде чуть-чуть хардкор. Ол кезде уже умывальник болып бастайсың сен. Суда чуть-чуть ол кезде ысырақ қылу керек, потому что маймай ғой қолдары. Қайттам, бата берген адамнан бастайсың, оң жаққа екі адам и дальше былай по кругу кетесің. Ол кезде уже андай. Өте медленно төгу керексің. Мана суды бәріне жетерліктей. Өте тонкий струя. Үзіп қой. Раз. Два. Құйыңқыра дейтіндер бар ғой. Құйыңқыра. Үстен кемпірлер деп түкіріп береді андай. Бақытты бол айналайын. Ет жегенге дейін лайтовый шығып кетесің, ет жеп болғаннан кейін қасында по-любому бір екі бала болып кіресің ғой, біртінде бір командалып кетеді и тазик жайлап алып кетесің далаға. Өзін аккуратно ұстау қартайған сайын кететін сияқты, иә, бізде андай бүйтіп жастар аккуратно жуады, көкелер уже сәл бүйтіп деп кішкене жуады. Апа аталарымыз әкетеді ғой уже ше андай. Челюсті шешеді, шай жібереді. Молда бол балам, вот так от души жуынып атады ғой, кайфстайсың ше. Андай кісілер Они такие уже, чуваки, мы просто отпустили эту дунью деп ше. Сөйтіп жуынады. Оказывается, картиген сайын пофиг бола береді екен негізі. В целом окружающийіңа да Болып қапсыз ғой. Иә, бола береді екен солай. Мысалға, бұрында кекіретін адамдарды түсінбейтін едім, үлкен кісілер. Шай ішіп отырады да бүйтіп, қонақта отырсың да, дейді да, дальше отыра берушеді ғой. Мен жаспын ғой, маған окружающий адамдардың мнениесі маңызды болатын. То есть мен сол кезде, мына кісі неге өйтті? Вообще неге олай деп. Қазір өзім бүйтіп үйде мысалы шай ішіп отыра беремін ғой. Тоже сондай нәрселер істеп қаламын да иногда. И мысалы әйелім отырса да бүйтіп ұялмаймын вообще. Әйелің алдында ұялмайсың ғой енді. Жоқ енді ол сөйтіп басталады ғой енді. Әйнен ұялмайсың. Жай кіріп бастайсың. Ертең сен отырамын да, сен үйінде может, сен сөйтесің может маған. Ертең қонақтыққа барғанда өйтпей қой. Андай түрі бар ғой еще. Андай апаларды көріп педіңдер бүйтіп деп кекіретін. Болып бет сондай. Бізде прям таразда 2-3 адам көрген бет. И мен Дей ма? Жоқ, бұл Шүкір. Бұл басқа. Бұл аккуратный. Потом Сіздікі коланкіне ұқсайды екен. Андай бар еще бет. Деп жіберетін бар. А сенкі андай деп ше андай әртүрлі андай зерттеп жүрсіңдер осы. Айқайлап кекіретіндер болады ғой ше. Сондай бірінші рет естігенде амандасқан сияқты ма? Деп. Анандайлар бар ғой бүйтіп, апалар уже бүйтіп, уже организм уже ұстай алмайсың бүйтіп, бірдеңе нәрсе отырады. Бісміллә. Деп дальше бүйтіп. Сен оны игнорировать. Мен апам ондайға ойбай көтек деп айтады. Ойбай көтек деген сөз бар ма? Жақсы екен мынау. Бар екен, бізде де бар көтек деген. Апам всегда ойбай көтек. Любой таңғалдыру, андай жаман, жақсы, любой. Ойбай көтек деп ше. Апам еще мақал шығарып жібереді ма? Жақсы адамда жаман иіс тұрмайды. Жоқ, ондай болған жоқ. Қойшы, біздің апашка онда чуть-чуть жібере берген ғой, Сендер жұтқыз жүріп барып істеп отырған ғой тірлігін. Жаңа, маған қол құятын бағана момент есіме түсіп кетті. Сразу балақша қапырсам, қол құя барсың. Соңғы жағына келген кезде жастау апашкілер өзім барып жуа саламын. Видеосын отырып дейсің да? Сен оған бата беріп жібересің ба?
молда бол. отдыхай. Бізде енді қонақ деген кезде бір моментте бізде көп адам қайтыс бола бастады әулиетте. Андай болды бір көкелер тағы өзім үйімнен 2 адам шыққан ғой бізде, әкем де ағам да. Мен мастер спорта по похоронам. Мен білем қалай басталады, ортасында не болады, соңында не болады, бәрін білем. Прикинь, 4-5 шембілігін жасайсың, 40-ын жасайсың, потом жылын жасайсын дегендей ше. Жылын кейбір кезде ертерек жереді. Потом оны жерлеген соң ар жақта тас жағын ойлайсың, оградкасын ойлайсың, потом нет барып оны жөндеп тұру керек деген ше. Мен үшін процесс болып кеткен ғой. Менде кішкене хладнокровность пайда болды бір моментте. Бірінші похороны мен шок болдым. Бізде бір нәрсе бар. Естірту деген бар, анау бар, мынау бар. Бірақ сосын қонағасы болады ғой. Не, давайте поугараем на похоронами. Не будем напрягаться. Просто андай қызық моменттер бар ғой енді. Есіме түсіп отыр, қызық моменттер бар. Ол жерде андай адамдар бар, мысалға. Мына жақта адам қайтыс болып жатыр. Анау явно тамақ жеуге келген ғой ше. Қатты он не грустит, андай алыстан келген адам кайфпен жеп жатады ше тамақты, андай дәмді болады ғой, пловтар. Кейбіреулер бүйтіп прям сұр болып отырады ғой енді бет. Бірақ сен біліп тұрасың, ондай қатты қиналып жатқан жоқсың ғой, кішкене ойнатып жатсың деп айтқың келеді. Сондай кісілер болды. Ешкім көрмей қалса, бет от души тамағын жеп, бет от души әңгіме айтып жатады. Сосын елдер қайттан кіріп жатса бет до конца бейтетіндер болады. Қазан жақта бажаларға вообще похрен болады. Жүре ма? Ішіп қой. Да, общение ше. Анда бет кіреді да бет. Ассалаумалейкум. Сосын арасында бір хаха ұстайтын бір туысқан көрді. Қалайсың? Деп ше, сондай болады. Мен кішкентай кезімде страшно шошыған мынау моменттен. Отырым, бір танымайтын туысқандар болды, алыстан келетін. Келген кезде, мен есіндемін ба дейтін туысқандар ше. Кто это деп ше. Сондай вайппен отырым, бір кісілер кіріп келе жатыр. Міне, былай кіріп келе жатыр. Анам бүйтіп ала сал, воротаны ашып тастайсың, жер үйдеміз ғой. Адамдар кіріп келе жатыр да, бүйтіп әңгіме айтып келе жатыр. Ананы ала сал, хорошо, жол жақсы болды, бір нәрсе, воротаға кіреді да бүйтіп. Бармай деп. Резко өзгереді, түсін ба? Мен кішкентайым ол кезде, енді сөйтіп кіру керек, енді даусын шығарып кіресің деген бар ғой бізде. Бірақ ол кезде мен білмеймін, прикинь, мен жасым 12-де. Мен дайын емеспін ондайға. Мен де 12-де көргем, ең бірінші похорон. Нау қалай, не оғатыр деймін, тағы келесі адамдар кіреді. Бетап кіреді да, короче, Қызылордадан келген туысқандар. Бетап әңгіме айтып келеді. Андай көрем, определенный жерден бәрі дайындала бастайды, мен білем. Линиядан өткен кезде ма? Бүйтіп өтіп бара жатқан жоқ, ол өтірік әңгіме емес. Бүйтсе бүйтіп кіріп кетіп воротаны өтіп бара жатқан деп, ұмытып кеттім ғана аласың. Жоқ, бүйтіп қой. Бірақ сіз кино түсірдіңіз ғой, сіз тастап қарасаңызшы лучше, бағанағыдан бері бүйтіп түсіріп отырдың. Вот, и в общем қиналып кеттім просто, брат. Сізге қарап ше, бізде бар камера, брат. Түсіреді точно, уайымдамаңыз. Жоқ, біздің 5-ші камера осы жігіт қой. Осы кісінің телефонын аламыз. Туыстар айтса, давай жыламай қой, ворота мына жағына тұра берейік. Сөйтіп мен қараймын да, адамдар бет кіріп бара жатады, екінші адамдар кіреді, бет келеді да. Вообще көргенсіңдер ма сондай бар ма? Бауырмай. Кіреді, короче. Тағы біреу бет күліп кіреді да. Бір моменттен бастап морально дайындалады. Күлкі бет резко түседі. Бет вдох алады. Бәрі почти бірдей кіріп жатыр ғой сөйтіп ше. Мен сол кезде айтамын ғой, мыналардың бәрі бізге өтіріктен жылап жатыр деймін ғой. Ана адамдардың бәрін жек көріп қалам ғой сол күні, прикиньте. Бүкіл туысқандарымнан көңілім қалып түні бойы жылағам сол кезде. Бұларға бізге бәрібір, бұлар бізді алдап жатыр деп ше. Сосын бар, өскен соң түсіндім бейше, ол қалып кетті менде. Басқа біреудің похорон үйіне барасың, қарап отырам, тоже. Бір күні мен кірем, біз жақтағы туысқандар біреудің үйіне сөйтіп кіріп жатыр, түсін ба? Бір нәрсе. Бауырмай. Вы тоже такие деп. Біз де сондаймыз деп
мен де жүгіріп келе жатырмын деп. Ой, сол похорон демекші. өте таңқалдым содан ше мен. Мысалы оңтүстікте әйелдер үндемей жылайды да, еркектер не істейді да, дауыс шығарады да. Батыста наоборот еркектер үндемейді дейді да, әйелдер зарлайды наоборот бізде. Ойбай-ау бірдеңе. Айтпай қойшы, не атам екен. Сондай еркектер нормально, короче, бізде бүйтіп қайырлы болсын кіріп кетеді, просто амандасып тұра салады. Әйелдер кіреді да, үйге барып жылайды, короче, үйдің ішінде ана оркестр отады. Сөйтіп бір күні отырсақ, сол ол кезде шалқардан ғой, әлемнің үлкен екенін білмейсің ғой, кішкентай ақтөбемен шектеліп тұр ғой бәрі. Бір кісілер үйге келеді да, бауырым деп кіріп келе жатыр да, бір кісі бәріміз мынау деп отырсақ, оказывается, сіздер жақтан келген мужик екен. Қалай? Бауырым деді, өлген адам аяқтағы ғой деді, я дедік, шошып кеттік, я дедік, үйге бауырым. Сендер жақтан келген. Біз жақтан келген. Сендер көрмегенсіңдер ондайды. Шошып кеттік, біз өш қосқанмын, қуама деп. Бауырым деп кірді да, тоқтап қалды да, өз жақтағы ғой да, бірдеңе дейді, я дегенсің ғой деп, бұрылды да. Еще кішкентай кезде кірген кезде кімге көңіл айтарын білмейсің ғой. На всякий случай бәрін құшақтап шығасың ғой ше. Танымайтын соседті құшақтап жібергенсің, ананы құшақтап жіберген. Олдан сыр білдірмейді, молодец. Рахмет деп қойды. Анандай, ризасың ба? мен қаладан келдім, менде тоже енді жақында бір неметіп қаласың ғой, соны бүйтіп, сен сол ойдың туысысың, саған да көңіл айтады деген секілді. Мен қаладан келіп тұрмын да, тоже туысымын, бірақ мені кейбір ауылдан адамдар мысалы танымайды. Это нормально, үлкен кісі танымайды. И бүйтіп туыстарымен бүйтіп келе жатады да, сен чуть-чуть мына жерде тұрып қалуың мүмкін, саған қарайды деп жақындау керек па? Или керегі жоқ па саған? Түрлерінен потерянность көремін ғой андай. Мен де үндемеймін ғой ше бүйтіп. Кто ты, воин деп келе ма? Қатты күлкілі сондай. Сен наоборот жылап жіберіп ол кісілерге ше. Атаковать етуің керек еді. Лучшая защита это атака деп па? Защита атака. Анау ненің қасында тұрасың ғой еще андай бір ха ұстап кетеді ғой біреулер ше. Похороныңда. И кеп соларға ұрсып кетіп жатыр. Сондай моменттер болады андай. Андай болады, соңында қарай асты қайтарар кезде Құран оқиды да, и бата береді, короче. Сол мектеп кезде ең испытание момент қой. Мен папам қайтыс болған, бүкіл одноклассниктарым поддержка беруге келген. Ол сорлылар қатты уайымдап отқан жоқ мен батямда. Олар конкретно сабақтан беріп өтіп, бізге ЖК бару керек. Бәрі мен үйіме жиналып алады. Ха, карт ойнап, бұрышқа тығылып алып, түсін ба, общение. Мен бірақ жақсы оқып қалдым содан. Көңілім алданып, кәдімгідей. И бір моментте бірақ жұмыс деген бітпейді анау. Адамдар келіп жатыр. Бәрі қалам балдары жөнді істей алмаймыз андай. Прям пысық емеспіз да. Андай high level пысық балдар болады ғой. Біз енді Алматы үшін high levelмыз, бірақ Таразда ты никто ғой. Ана жақта анау отынды жарған кезде идеально ортасынан жаратындар болады андай. Ондай емеспіз да, біз примерно істеп жатырық. Көкелерден ұрыс естіп жатырық. Анау қойды сойған кезде аяғын ұстап тұрасың. Анау терісін алған кезде қыл жібересің, короче. Ұрыстан ұрыс кипиш, короче. Балдар шашап кеткен. Арасында бір толық досым бар етін. Біздің компанияда көп толық балдар бар етін. Сен өзің жайлы үшінші шақты айтайын деп шештің. В общем, по множественному числе еще. Я настолько толстый, меня много. Айнаға қарап тұрып, қасымда толық бала тұр. Жоқ, олар бәрі бір мектепте бір жаз болады ғой. Мектептегі бір жазда бәрі өсіп кетті да. Мен қалып кеттім. Мен сол лигада қалып кеттім. В общем, тағы бір толық бала бар етін, томпандап жұмыс істеп жүр. Сөйтіп Құран оқып жатыр да, апам оқып жатыр. Сөйтіп тып-тыныш. Андай болады ғой, нағыз идеяны хаха ұстайтын момент андай. Бірдеңке оқып қалса жарлайын деп тұрсың ғой, доста. Андай қық десе ба деп отырған. Құдай өзі кешірсін, андай кішкентаймыз ғой біз 13-14-те. И бүйтіп отырмын да мен досыма қарай қарамай отырмын. Еще мен әкем қайтыс болған ғой, болмайды енді. Мен отырмын, басымды сәл көтеріп қалсам, досым былай отыр да, и бұта айырылып кеткен ғой. Жұмыс деген кезде көтін жыртып алған ғой, прям ше, штанының ше. И идеальный видпен отыр. Апам отыр, мен отырмын, мамам отыр. Үшеуміз и
прям ашин жытылған жоқ былай. Ана жаққа былай кіріп ішіне уборка жасап жерлерді кетсең. жыртайын деп, а? Иә, спокойно кіріп шыға бересің. Ғой сквозняк қой ана жақта. Кондер қосып қойған сияқты, короче. И мен бүйтіп көзімді ойландаршы, сол моментте көзімді көтерем. Примерно 2-3 сүре кетіп жатыр. Скоро бітеді, сәл шыдау керек. Мен ананы көрем, мен деймін. Досым маған қарайды да, мен ашин күліп жатыр деп деймін. Мен көзіме, мен тағы 3 досым қарайды да, и ананың бұтына қарайды да. И до того сен штаның сияқты бордовый болып кеткенбіз ғой. Осылай отырып қой бәріміз. Құран оқып бітеп, бам, жарыламыз ғой. Мен өзім штанымды жыртылып кете жаздадым. Е-май, күлдік осы жерден былай ұшты ғой. Удар алуға стоит күлкі болды анау. Уа-ха-ха, анау әлі түсінбей отыр, былай отыр до конца. Деп мен оған айтамаймыз. Сол кезде мен андай сезімде қалып кеттім. Как будто все подумали, что мен әкем қайтыс болды, и маған бәрібір, түсін ба? Ой. Жоқ, кез келген садақада, даже қандай үйде адам қайтыс болса да, оказывается, былай екен, типа, 2 күнде зағарлайсың ғой, зағарлап, 3-ші күні жасың шынымен бітіп қалады. Иә, уже. Бәрің жасы физически бітіп қалады да, и чисто жаңағы жұрт әңгіме айтпасын деп жылайсың ғой. Әйелдер біріне қаншықтар еказ, адамдар келіп әңгіме айтады, дауыс шығарыңдар деп анда. Сендер де қатты шығару керек қой. Бізде әйелдер сосын андай уже 4-5-ші күні уже просто хормен бір өлең айтып отырады ғой бәрі. Бірдеңе дайо, жақсыдай. Да, серьезно, так делают? Ja, ең бірінші күні вообще андай әртүрлі звуктар болып отырады. Бізде тек қана адам кірген кезде дауыс шығарады, дальше спокойно отырады. Да? Да, то есть сондай болып кетеді уже 3-ші күні. И кешір аяғым үйіп қалған ғой, бит. В общем, кішей десең. Сен юморды любой жерден таба бересіңдер ма? Сөйтіп анау андайға ауысып кетеді ғой уже, жеңгелерім бүйтіп отырады да, и біреу бауырмай деп кірсе, мына жағы өзгермейді, уже ұмытып кеткен ғой мынаны қосуға ше. И бүйтіп ол адамдар өткізсе, сосын Құран оқылады, Құран оқылғанда басқа неше түрлі нәрселер қоя бастайды, ол салфетка. Ё-май, осы мен. Осы неге істейді, сол қайдан шыққанда өтеді. Сол күлкіні келтіретін еді маған, жылым келетін еді, істемей ақ қойсын. Всегда ортада, залда бір жеңге дәл ортасында отырады ғой. Үлгермей қалған, не анаяққа, не мынаяққа жетуге. Ортасында мына жерінде салфетка отырады. Режим ожидания бұл. Аумин деді ма? Аумин десе, фук ат тұр дальше. Ай, блин. Депші. Бізде сондай бір досымыздың солай папасы кетіп сондай жиналыс. Соның үйіне барғанбыз ғой, біз шақырған мамасы. Көңілін аулаңдар деп. Сөйтіп барамыз да карт ойнай береміз ғой, айналып келіп. Енді басқа не істейсің? Телевизор жоқ, PlayStation, дым жоқ. Отыр әңгіме айтып отырсаң да бір түрлі ғой, бүйтіп. Кейде ана комнатаға барып карта ойнап. И соңында 2 картадан қалған ғой, короче, сөйтіп. Тұрыңдар, бірдеңе деді. Да, сөйтіп үшеуміз 2 картадан алып кетеміз ғой, бүйтіп. Жолда ойнаймыз деп ше. Примерно білеміз ғой, көздер бүйтіп. Сөйтіп үшеуміз барып бірдеңе қарап тұрмыз, бір істеп жатыр. Жайлап бір картаны береді ана. Көтердің ба дейді. Ана абзал атты дейді. Мынау мен басамын дейді. Сөйтіп екеуі бөлек жүр, сосын мен ана жақта жүрмін. Дамы бар ма? Дамы. Мен де 2 карта қалған бүйтіп. Сөйтіп ауада ойнадық үшін. Шөп түсіріп жүріп. Сондай история болған. Е-май, қонақ деп айтып, похоронмен бітіртсе қой. Өйткені біз бұл өмірде қонақпыз. Срочно, мынаны Ансаган, you're so crazy, bro. Ансаган Prime. Анса гангстер. Ансаган ғым. Мынау күшті естіледі. Ой, я бізде сондай болды. Бірақ праздниктарды білесіңдер ма? Мен махалляда тұрғам ғой. А? Махалля, өзбектер. Италиян қасында. Таразда Махалля. Махалия, Италия.
махалляда тұрғам, өзбектер көп өздерінің районын махалля деп айтып кетеді. Сондай. Менде тұрған шығар, может. Таразда, Шымкентте махаллялар көп, короче, өзбектер көп тұратын жер. О, общинаның жер тұратын жер махалля дейді. Иә, мен тұрған жерде әр қашан бір құдай тамақ бір нәрсе болса, именно өзбектердің құдай тамағы болғанда. Ашин ғой, короче. It's gonna be плов ғой, короче. Енді анау плов, шойрака, ошпоз. Ошпоз деген пловшы деген сөз. Аспаз. Жоқ, ошпоз, тип, ош это плов. Да? Андай. Бір нәрсе паз деген бар. Ошпаз, короче. Он вот мастер плова ғой, короче, еркек обязательно. Короче, ол жаққа келген кезде өзінің күрегі бар. Өзіңмен бірге ложка аласың, бір қасық тауып аласың, үлкен. Сосын қазір түсіндірем не үшін. Сосын жалпы мен әрқашан қасық ұстап жүремін деп қасық шығарсың. Бүгін менде Я всегда на старте деп ше. Бүгін ожау десе. Сөйт қасық аласың өзіңмен, сосын кобра бар ғой, огонек, чертополох. Сондайдың литрмен алып алам. Ол уже ел үшін ше. Сап аласың и кола сап аласың мұздай. И дайындалып барасың. Өткен сен не киіп жүрсің? Өткен сен не киіп жүрсің дейсің? Кола 1 литр. Просто жерге лақтырып атсам. Футболка басындағысы. Футболкаң бит шығып тұса. Сен шиголсың ғой, өткен. Шиголдар ол жерде жұмыс істейді. Вообще отпайсың сен столға. Жастардың бәрі до 30 лет бәрі қазан ошақ жақта болады. И плов дайындап атады. Общениядасың, короче. Әңгіме, туда-суда. И потом, ош деп ақалайды, короче. Плов деп ақалайды. Плов деген кезде бәрі по цепочке тұрады былай. И пловты береді ғой. И соны былай береді бір-біріне, короче. И бәрі столдарға қояды, короче. Плов деген кезде сен на стартесің, фук-фук-фук беріп атасың. Болды дейді ғой. Сол моментте сенде 15 минут бар. И сол моментте андай глупецтер бар, өзімен қасық алмаған. Бит қалады олар. А сен опыттасың. Қазан ошаққа қарай періп бар жатасың. Шойрака ошпоз, ең майлы соңында қалған майды бит. Жека, дайынсың ба? Деп атады анау. Пловтың астындағы майдың ішіндегі күріштер бар ғой, өздері мне плохо. Соны бет тартып сығат анан ше бит. Қазанға қарай басқан кезде астынан шығып жатыр май ше. Анан бит. Дальше. Сожми еще, шойрака, не держи себя, деп ше. Мынандай әңгімелермен сен қайтадан толқ ететін секілдісің. Мына әңгіменің калориясы жоғары, абайландар. Сен уже попроще айту керек секілді. Чай, май, тоқтатпашы. Анан бит, короче, сығып атады ше бит. Дәу қасығымен. И анан датовой әдемі істейді. Бетінен сүйіп алғың келеді жандай. Да, сделай его, деп қарап тұрасың, анан бит сығат. Потом отдельный леген, ең сорлы леген андай болады, темір леген краскасы. Будильник қойып қойғанда, оян. Будильник ойнап жатыр данный момент. Сен оянайын деп жатсың ғой, қазір білесің бе? Оянам и шойраканың алдында қасықпен тұрсаң. Басқа 13-тесің, прикинь. Қасыңда доктор Стрэндж. Осы жерге дейін алып келдім сені десе. Содан. Типа мультивселенная. Иә, бүйтіп тұрса. Шойраканың пловын дейсің ба? Сөйтіп ана леген, ең онша емес легенді алып. Ең онша емес леген болады, ақ леген, который краскамен нетілген, ішінде розаның суреті тұрады, и краскасы кеткен қара дақтары бар. Ұзын бір трещинасы тұрады. Иә, соған бейт сығып, ана пловты салады, короче. Бейт қаған ана күріштер уже бір-бірмен уже бір үлкен күріш болып тұрған. И анан үстіне қалған еттерді салады. Сол моментте мен ана кобраны лақтырам. Бәрі вау! Жігіттер, қосып жеңдер дейсің, короче. Артқа қарап қоясың, тамақ жеп бітіріп жатыр ма деп ше бейт. И ана қасық шығарасың да ушол, короче, ананы әкетесің. Бір кезде уже бәрін бітіп атқан, білесің, тайминг жоғалтмамау керек. Мені уже бітейін деп атқан момент коланы шығарасың, короче. Бәрі шокта, стакан жоқ, ана колада передача бактерий по блютузу кетіп атқан. Бетіп ше, бірінші болып шық қалу керексің, короче. Айтпесе саған келген кезде мына жерде кішігірім бір қазан ошақ болып тұрдан, плов ше, ішінде бейт, күріштер бейт. Мен апшықында кола ішінен. Наоборот, жақсы емес па? Ол саған анда десерт секілді кетеді ғой.
пепсидан кейін сен ана пловты әкетіп атасың, короче. И ана момент бар, короче. Шай деп ақалайды, короче. И сол кезде бәрі жүгіріп барып, тура сөйтіп шай беру керек. И сол шайға дейін сен тойып үлгеру керексің ғой, короче. И мен сол кезде партнерымды іздейтін. Кім өзімен бірге нан алып келді түсінде. Сонымен екеуміз қосыламыз да источник кайфа болып тұрасың ғой бүйтіп ше. Е-май, плов жегім келіп кетті. шапалақтай жүрек не деген Мен негізі тамаққа келген кезде білініп қалады кішкене зависим. Сен бар ғой, Мен саған- мысалы үшін басқа проблемаларды вот то сөйтіп плохо келгеніміз күрішін басқа бір экспрессиямен айтасың. дейсің. Бір өзбектермен жүріп стройка болған кезде біз үйде плов істеп үйреніп аламын, в общем. И плов істеп үйреніп аламын, кайфына кіріп кетемін. Содан кейін, короче, тумату, жекжат жырақат, құда-құдағи, там достардың аталары қайтыс болып жатса, садақаға обязательно барамын да, потому что пловты мен істегім келеді да, ана жақта. Ақтөбе жақта, мысалы, шымкентский плов дейтін жоқ қой ондай. Андай сорпасын құй деп сорпасын құйып дейді. Әппақ не жейді бәрі, каша жейді көбінесе. Бізде садақаның пловы дейтін батыс жақта ол плов емес, в общем. Пыл. Ақ чуть-чуть жабысқақ күріш с морковью ғой, в общем. Негізі жақсы көрем сондай. Қазақша плов деп айтамын мен. Онда Қазақша плов. плов, оның астында ет қуырылмайды, ана кәдімгі асқан етті бүйтіп турап бүйтіп салып беретін ет қой. Джеки Чан тамағы сияқты ма? Иә, пример. Түрмеде ана бүйтіп қарап отқан кезде бүйтеді, бүйтіп мұрын бақшау жүреді ана. Сіздер о Джеки Чан көрмегенсіздер ма? Команда А деген киносы ғой. Сөйтіп болса, қазір уже туматустың арасында кім істегенсің, Руслан істеген ғой. Кім Руслан? Біздің деп сондайға жеттім, в общем. Мәне бірақ плов істеу деген вообще Ошпаз дейсіз ғой, ошпаз. Ошпаз кішігірім бүйтіп майы. Руслан ошпаз. Енді бізді ертең қонаққа шақырайын деп отырсыз ғой, сізді етті өзіңіз асып, өзіңіз жәнегі. Мен жеген емес, істеген жақсы көрем. Екеуміз дос болайықшы. Мен жеймін, сен пісіресің. Мен саған айтып берейінші, сен мені түсінесің, потому что бүйтіп майын құясың деп, қазан до конца. короче ертең қонаққа шақырасың ғой бізді. Сол кезде так аңсаған екеуміз 2 қасық қана ғой. 3-ші қасық өзімен алып келеді. Қолмен жейміз, қолмен. Май чықып қыздырасың ғой, қапарап Шақара тұқыр. Макс плов сияқты. Айылдыр жересің да еттерді астына саласың ғой, сол момент үшін прям жаман көйістейін бар ғой, соны етті сал жүрген же кетпей ма еттер саласың, еттің жан жақтары қараяды жаңағыдай, сосын жуа саласың, жуа деген пияз деген лук, соны салдың, онион тоже. Сол морковь саласың үстіне, сөйтіп морковь бүйтіп жайып, аны ағылар кетті, морковь көмес пе? Морковь көмес пе? Кетшей дейсің, короче. Бір морковьпен бір жүресің. Ой, морковь тура бар, оны айтпай қойын. Сен бүйтіп чик-чик деп қоясың да, тұзын саласың да, зирасын саласың да, зирвагын шығарасың оны. Зирвагын шаңда бүйтіп чуть-чик темный қылып, шамал темный қылып. Ең шықты. Жаңа шықпай тұрады. 40 минуттай қайнайсың, морковь өтеді, сосын күрішін саласың, күрішін бүйтіп әдемілеп жаясың, әппақ қылсын. Сорпа қойық деп келеді, ал кетшей нахуй дейсің да. Жаңа морковь ұрып келген. Мына жерде морковьтың ізі бар. Ана ішіне лук тық қоятын бар ғой. Чесногын тығасың. Руслан тамақ істеп отқанда жанына жақындасаң ырылдайтын секілді. Күре бір. Мені потому что 1-2 рет андай біреулер келіп, бүйтші деген кезде, солай ма деп құртып алғам. Солай ма деп лагман. Мен акысы тамақтың дайын болғанына возбуждаться етеді екен, ана дайындалғанда ондай сезім жоқ екен, анау сен бүйтіп жақындап қалдың кәз. Соңында жақындап қалып. Пісірші, жекші. Бұл пісіріп жатыр, тиіспеңдер. Суысыңды бір 90% піскен кезде қақпаға жауып тастайсың, короче. 15 минут жай акумен қоясың да, 15 минут ішкі алып тастайсың, ішкі ашылады. 15 минуттан кейін бүйтіп ашасың, короче. Бүйтіп күріш бетінде тұрады. Енді сен темаң басталды. Бүйтіп. Айбай осы. Мынандай күріштер тұрады, дайын күріштер. Дәу кусок еттер тұрады бейт. Олар астында, оларға тиіспе. Мен жеге еттерге ұқсап кетті. Қайттан бола ма? Йо-майо, наны екі істеп жейтіне қой.
деп ше. жаңа андай күріштер ғой бүйтіп тұрады еще ана қасықпен қимылдаған кезде бір біріне жабыспай бүйтіп ғой. иә, бір біріне жабыспайды, нормально кетіп қалады. мә рассыпчатый болып шығарасың да, сол морковины шығарасың да, или араластырып тастауға болады бүйтіп, или андай өзбектер сияқты істеуге болады. Морковины алып сосын астына еттерді алып шықпайсың, ана манадай бер жатқан еттер ғой, ана бүйтіп қасықпен түртіп қалсаң кеп қалады ана еттер ше. байқашы деп тұр аласың. Сүйегінен тартсаң еттер андай еттер ғой бүйтіп пловпен жамылып жатады да. Руслан келіп бүйтіп пловты бүйтіп көтеріп көрпе секілді ашқан кезде Русланшик. бүйтіп байқашы деп тұрады. Соларды нежно алып шығасың, еттерді алдың, жаңа табақтарды алып келесің, да, фак деп күршін саласың да, жаңа морковь. Мен табақтай адамдарды алып келесің деп ойлап қалдым. Табақта дайын тұрады, шық деп морковь салып, ет мана деп тұрған етті аласың. Бүйтіп тұратын ет. Иә. Ол саған бүйтсең, просто пышақпен бүйтіп қалсаң, деп қалып тұр ана, дік дейсің да, шық деп ана үстіне бүйтіп жайысып жіберіп, ана зелень болса зелень дейсің да, бүйтіп ух дейді алып келесің да. Сен сияқты адамның алдына бүйтіп. Ильича жігіттер бір тамақ ішіп аламыз ба? Өлдіңдер ғой. Бір тамақ істеп еді, сосын артынан бір тамақ, второй болып кетті. Бір салат істеп жіберейін мен. Огурцы, помидорды, судың астынан шомылдырып дейді. Ай деп шомылдырып. Сосын ана огурцидың мына жағына мынандай шығып тұрады ғой. Битіспен алып ше ананы. Оны да жұт жіберіп ше. Помидорларды. Ана ортасындағын қалдырып. Помидордың ортасында ақсыздықтар болады андай. Не? Сөйт тұздарды. Күшті, сендердікі менің онша емес болып шығып кетті. Менгі жейтінге ұқсамай қалды. Ачу-чу істейсі ол көргет сосын. Арасына майонез. Сендер қалай қосып атсыңдар сендер? Ана салат бар ғой, негізше майонезбен помидор, огурцы, пияз, тұзы и майонезбен дайындайсың ғой. Соның астына жиналатын су үшін соған нанды батырш, нанды. Неге соны әлі соус қылып сатып атқан жоқ ешкім? Сол ғой. Кешегі салаттың суы деген. Стендеш! 3 желания! КСС. Кешегі салаттың суы. Типа KFC деген сияқты. KFC. Бәрін пакеттеп сатса соны дәу табаққа сондай салат жасайсың да, суын төгіп аласың да сатасың ойлайсың. Ондан огурцы, помидорын мен жеймін. Басында. Анау нанды аласың да, губка құсап тығасың, кішкене тақайсың ғой, бүйтіп жіберген кезде кейде нанға қояды ғой жартысы. Бауырым не істеп жатсың деп. Мен ана жаққа кіріп барадым. Ана нан аузына. Сендер короче түсіндім мен. Бәрін тірілту керек екен ғой. Нан маған қарай. Кешегі пловты аласың да, короче, жаурап қалған плов бар ғой, холодильникта. Жаурап қалған. Мен сені жылтам деп жылтасың да. Ана салат шығарасың да, ты думал, тебя забыли, никто не забыл. Ана помидорлар уже қартайып кеткен бет. Ана огурцылар қытырламайды уже андай. Соны аласың да, ішіндегі суын ыстық, ана микроволновкадан шыққан кішкене соған бүйтіп құйып жібересің да, ананың суын ше, и бүйтіп жинап. Ішіп жейсің да, капкалец болып кетесің. Тамақ жегенде кім билейді? Бар ондай. Мен балдарыммен бірге билеймін, короче, күшті зат. Жеймін, деп үшеуміз бірге істейміз. Менде бірақ тамақ ішсеңдер. Менде екінші дауыс бар, бірақ бүйтіп тамақ жеп деп атқан жақсы болып қабақсы тамақтан. Сондай бір дауыс бар миымда. Сен дейсің ба сосын? Ма? Соңына қарай. Тамаша күшті, мынау енді патология әңгіме болды сендер. Жынды екенсіңдер сендер. Салмақты әңгіме болды мынау. Калорийный. Сәл извращенство басталып кетті ортасында. Ана ашып, бүйтіп деп, ойба. Порноның отдельный бір категориясы секілді болды мынау. Оны деген андай пловты кішкене бүйтіп шапалақпен бар. Как будто әрбір күрішті қылғындырып жеген секілді. Действительно андай тамақтар болды, жеп ат. Анандай.
андай мем болатын секілді, сен диванда отырасың, жан жағында 5 күріш тұратын былаймен. Или 5 ЖК бір күріш. Қара күріш. 5 ЖК бір күріш. ЖК-ның әртүрлі вселенныйда ЖК-лар ғой. Біреу 13 жасар ЖК, біреу үлкен ЖК же. Негізі кәдімгі тема дайындап Ортада бір күріш ЖК қасықтармен тұрады ғой. Идея андай кобра ма жаңағы? Тамақпен бір қарым қатынасым бар. Болды. Бұйыртса енді онда осыны традиция қылып алайық, иә? Мысалы үшін Рустың үйіне барамыз қонаққа, иә? Одан кейін ЖК-ның үйіне барайық. Одан кейін Тиконың үйіне барайық. Одан кейін қайта Рустың үйіне. Сөйтіп жүре бермейміз ба? Не аласыңдар? Менің үйімде нелерің бар? Сен үйінде Алиса бар ғой. Я собой заказ береміз. Бізге бола ма 4 бургер? Бірінші бургерді алып сен үйіне барамыз сосын. Иә. Сосын дастархан. Яна бургерлерді деп бүкіл нәрсе махаббатты айта берді өзінше. Негізі тамақты істеп көрсететін контентті фуд порно деп атайды екен ғой, итак. Итак деген қалай болады екен? Жоқ, ол фуд порно деген сөзде порноның қатысы жоқ екен. Фуд порно деген тамақтанды конкретно қылып істеп. Сен үшін фуд порно ол дайындалған тамақты дайындау, иә? Иә. А мен андай қытайлар қатты тамақ жеп жатады ғой, сорпалар, андай бір куриный крылышкаларды, иә, микрофонға жақын қылып деп еркекше айтамын. Бірінші айтымға барған кезде мысық болып кетті. мен досым екеуміз бардық қой проектке, екеуміз отырып алып сондай видеоларды қарағанбыз. Бірінші айдың соңына қарай қиналып кеттік та, соны қарап отырасың да п тамақ жеп жатасың ше, ужас. Менде андай нәрсе бар. Мен мысалы үшін бір тамақ жегім келеді ғой. Бүйтіп сол тамақты бүйтіп қарап отырамын, сөйтіп бүйтіп. Жегім келмей қалды деймін да, бүйтіп заказ беретін кезде. Ондай жоқ қойшы. Любой нәрсеге кетеді. Мен жегім келіп жатыр. Блин, мынаны жегім келіп жатыр. Үшеу жеу артық болып кетеді. 3 двойной бургер зачем дедім ба? Осы соңғы 2-3 күн отырып алдым да, үйде білмеймін не екенін, бір шығып қалды рекомендацияға ютубқа. Соны көріп бастадым, шыға береді ғой. Шыға берген сайын көре бердім, андай морской немелер бар ғой. Пехот. Морепродуктылар болады ғой. Соларды көре бастадым, жаңағы осьминогты қалай сойып разделывать, жілік дегенін. Жілік деген ба? Тоқпан жілік. Кішкентай бір акула секілді бірдеңе, бір соны жілік дегенін, сондайларды көріп кеттім да, соңғы кездері. Ойлаппын, не деген алар жестокий адамдар деп ойладым. Кәдімгідей бүйтіп балық бүйтіп алып жатыр, акула секілді басын еткізеді да, денесі бүйтіп қозғалып жатады. Неше бөлікке бөліп тастаса да, ана денесі бүйтіп қозғалып жатады ғой, короче. Нервтар ғой. Не деген қатыгез деп қойып, бірақ до конца қарап отырдың ба? Өзі баранина жеп отыр ма? Не деген қатыгез деп қарап отырдым да, имен андай бізде мысалы сиыр, қой, жылқы бүйтіп соямыз да, бүйтіп тарс еткізіп, сен бүйтіп деп күтіп отырасың ғой. То есть оларға нормально да, бізге де басқа біреу келіп, что вы делаете дегенде, ол адамдардың эмоцияларын сол кезде мен түсіндім ғой, короче. Мен мысалы морепродукты жей алмаймын. Вообще, креветки. Креветки жақсы. Қасқа Таиландта узбечкиде күріш жеп жүр ғой. 15 күн жатып алып күрішпен манты жеген қарашыш на болған. Жоқ, андай не қалай жейсің сен? Креветки деген. Жоқ, креветка нормально еще. Тағы да немене? Кальмар бар. Кальмар деген мен араласпаймын менде. Краб, кальмар. Креветке өзіміздікі ғой кішкене енді, көз үйренген енді. Крабпен араласпайсың особо. Краб. Рак нормально, рак. Не бар соның бәрі ешқашан жамайды. Осьминог болды. Мысалға андай, например, төртеуміз Японияда ма бір жерде жүрміз. Давай. Уя себе. Неожиданно. Киото қаласындамыз. Токиода ертең барамыз. Центрында бір ресторанчыққа кірдік, кішкентай кафеге отырмыз. И алдымызға живой ма осьминог алып келді. Житулар, иә. Қозғалатын осьминогты алып келді. Жейтін бедіңдер. Сразу. Да? Аузыңа тық бүйтіп жауып саласың. Иә. Потому что ол осьминогта өлген жоқ. Сол осьминогта негізі солай жеу керек по идее. Ол осьминог тірідей бүйтсің көтеңнен бүйтіп шығып кетсеші.
жұтып қоймау керек та оны. сен шайнасайшы. оны жегеннен көтінді қысып ұстап тұру керек. өлтіру керек. Выход таба алмайды кислородтан. Сен ішің Томи Джерридегі іш па, не білем. Былай жүретін ба? Аузында мұрны жоқ көті қысып қылқындырып тастадым. Ауа жоқ, тұншықтырып өлтіргесін ғой десе. Жайлап құлағына бір қол шықса. Өлдім ау десе. Осьминоктан жаман кайф ұстадым, күшті екен. Сен жек Мен көрдің жей ба? алмаймын, вообще жей Конечно алмаймын. жедім. Кешегі Мен жоқ, Таиландта бірақ бәрі- живой емес, былай өлген. Өлген кешегіде жедім, бірақ живойында жек көрер едім, потому что көрдім қалай жейтін адамдардың. Андай көп адам, оказывается, жұтып қойып, туристер қайтыс болады екен. Жұтып жіберген кезде мына жерінде Жабысып қалады. Иә, жабысып қалады. Оны шайнау керек та андай. Фобия? Қалай 1% өлуге возможность бар продуктыны жеу нахрен нужен. База жоқ, пловта мені өлтіреді, мен сияқты жесем. Өте үлкен количествода, бірақ ол мені ұзақ өлтіреді ғой. Қыста Бір осьминог жеп кетіп қалу деген. Күріш сен тамағыңа барып жабысып станып тұрып алмайды ғой. Тайып кетеді өйткені ол. Сол ғой, мен соны айтып отырмын. бүйтеді да, бір жылқы сойып атамыз қыста, тұрады да, нағашыларының ауылда сойып атқанбыз, шығады да, жиен, бірдеңе деп, мынандай май қазын алады да, мә дейді ғой, қолыма шық деп сатып береді да, же дейді. Жып-жыланы. Жаңа ғана міне бүйтіп ұстап Же тұрған. дейді. Иә, мынандай Свежевыпеченный. свежий, жып-жылы әлі пар бүйтіп шығып тұр. Ренжімеші, бірақ мынандай десе, же деп өзі етін алып шикідей жесе. Жоқ, мен кәдімгі деп қалған кезде бір нағашы жездеу тоже алды асап жіберді деп тұр екен. Викингтарсыздар ма? Викинг. Қыста жылқын сойған кезде андай типа деликатес негізі, қазысын сразу майын жеп жіберу. Бүйтіп қарап ұстап тұрдым да, ауызға салып жібердім ше. Деп прикольно екен. Мен вообще тамақтан несіге вообще ешқандай тамақтан қорықпаймын по идее. Мен де қорқпаймын Жылан, морепродуктыдан басқа. Ит. Прикольно екен деп келесі рет атпен шауып бара жатқанда құлағын жұлып алып. Ана ат бір құлақпен. Не деп атсың? Жоқ, сен Естімей ма? сен мысалға аузыңа живой осьминог қой былай міне. Мен осьминогпын да. Осьминог деген 8 аяқ па? Иә. Брат, осьминогты мықты көрсетеді екенсің. Барынша. Саудай, Дико қайда кетті? Осьминог болып тұр екен Иә, ғой. міне мен осьминогпын Иә. да. И мен Руслан алады да, бүйтіп аузына салып, жейді. Мен Русланның аузында жүрмін уже. Тістеп жатыр мені. Деп Руслан андай. Деп мен негізі любой нәрсе жей беремін деп. Мен қиналып жатырмын. Неге қаты кестің ондай деп. Ойбай Сен андай қызық осьминог екен. Ол бүйтіп Неге қаты кестің? Қиналып деп жеп жұтады да. Тізем деп жатыр анау. Сосын сол аузымен қалай адамдарға ақыл айтасың сен? Ё-моё, мынау жынды, мынау же сотта жүретіндей болды. Өлдім. Сен сен анау видеолар Қыршындай кеткен осьминог. Қыршын кеткен ба? не дейді? Қыршындай кеткен осьминогты. Сен ана ютубтан ана видеоларды көріп бір эмоциялық бір связь пайда болған сияқты сенде ше, балықтармен Бірақ қою сен керексің. күрішіңмен слабый связь. Күрішке тиіспе. Давай күріш пен осьминог төбелестірейік. Күріш жеңеді ғой. Осьминог деген уже тойынған әңгіме қойшы. Ана скорпион жеп көрдіңіз ба сіз? Өкінішке әлі жете алмадым, короче. Бақа ше, бақа. Бақа жедім ау деймін, жедім, Бақа ше, бақаны жеп көрдіңіз. Бақаны да жемейтінім бар ғой. Бірақ тауық сияқты дейді. Қалай бақаны жейсің сен? Бақа деген... Бақа деп айтып отырмын ғой, бақа ма? Бақа кәдімгі ше, Оны бақа. тірідей жеудің қажеті жоқ енді. Өлідей де неге жейсің оны сен? Бақа деген... Өлідей емес, піскен күйі өте дәмді тауық Піссе де сияқты. неменеге пісіресің оны сен? Бақа ғой, бақа деген жүру керек, әшін мешат етіп. Қыздарды қорқытып. Деп, сондай эмоция үшін. Әшін, бұл. Сумкаға салып мұғалімнің оны. Бақа, балпа, басы неге жалпақ? Темір тосы соның басым жалпақ. Пожалуйста, өлең шығарған нәрсені жеп атырық біз. Не? Аңсыған. Бір рет, короче, бір інім екеуміз Алматыда студент болып жүрген кезде қатты жөтелеміз, в общем. 2 жеті кетпейді ғой, түнімен ұйықтай алмай жөтелеміз кәдімгі.
тасқа тигір деп. дәрі ішіп жатырық, ананы ішіп жатырық, мынаны ішіп жатырық, кетпейді ғой ана жүйетелік, короче, деп жүрген кезде бір дядька естіп қалады. Анау мынау мындай корейский ресторанға барасың, в общем, дейді. Үйсің айтасың. білем ол тема. Атата бадада дейді. Бір очки көсірді, кеттік деймін ғой. Иттен жасалған сорпа жейсің, сол емдейді деп Сол айтады. сөйтіп айтты, короче, корейский ресторан кіріп. сөйтіп айтты ма не? Иә, менюді ашып. Сондай тема бар, Менюді ашып отырмысың, бүйтіп официант келеді. А у вас есть того, что нету в меню, деймін, короче. Ух ты. Ана кісі, что вы имели в виду? Его готовит тот, кого имя нельзя называть, деп примерно. Жайлап, не айтқыңыз келді деген кезде? Лау! Комиссар Рекс деп шанда намекать ете алмай жатыр. Не, что дейді? Адамның досы бар ма жеуге? Нет, то, что вот в меню, который нету у вас, есть, типа, сұраймыз, короче, он, что вы имеете в виду? Придирайте меня. Барма, твою мать. Деп, короче, бірдеңе деді да, су болып келді, короче. Я деген де жоқ, бірақ. Екі су әкеліп берді. И ішіп алды, қана батырлады. Жындай не бар? Жын. Бірақ екеуміз далаға шықтық қой. Ба деп дұрысқа қалып тұрып бір жетелдік та. Аның бәрі фук деп кетіп қалды, шығып кетті, короче. И сол күн түніне жетелген жоқпыз ғой, прикинь. Дальше сіздер үріп бастадыңыздар. Ол бірақ именно сол сорпадан деп де айтуға болмайды. Сіз переубеждайте людей. Қандай логикамен барып менюде жоқ нәрсе бар ма деп не әкеп берді ол сонда? Иттің сорпасын әкеп берген ғой. Ай, Қай туберкулезді жерде жүрген емдейді. кезде? Туберкулезге жақсы сол нәрсе, негізі шынымен. Ладно, не, давайте, не Мен бір секундқа ойланып кеттім ба, мен түсінбей қалдым кішкене. Қай жерде жүрген кезде болған оқиға ол? Алматыда? Мен айтып берейін да. Бұл екеуі, інісі екеуі жөтеле берген ғой. Сол жерінде Өліп болды. жөтеле берген Қалай да. жөтелетін көрсетші. Қақыр шар. Сөйтіп келіп бір... Өтірік айтады, ит жөтелген жоқ. Бәһә деп. Короче, бәһә деп. 2 апта жөтелген ғой. Сөйтіп бір братанчи келіп айтқан. Мына жерде бір корейский ресторан Қосып бар. айтады екен деймін. Мына жерде бір корейский ресторан бар. Сөйтіп сол жерден барып иттің сорпасын сұраңдар. Соны бір етіп алыңдар да. Нормально болып кетесіңдер деген ғой. Бұл екеуі барғанда айтқан: можно нам 2 далматинца для 2 алматинца. Сөйткен да екеуі бір ақ түстен етіп алды. Сөйтіп сыртқа шыққанда бір общий гүк жөтелген. Жоқ. Жөтел жоқ. Итте жоқ, жөтел де жоқ. Бәсе алдында Русантаймен кетіп бара жатсам көшеде бір әйел қарама-қарсы өтіп бара жатыр, итін қолына ұстап алған бүйтіп. Русты көрді да сразу. Рус үйде барып кейде қыңсылайды дейді ғой. Бля, ол иә. Дейсің ғой, кейде қиналып кеткен кезде ойбай-ай. Бұл бірақ итке қатысы жоқ. Иә, бұл Көгершін жек көргем. Көгершін? Мощный болады екен, сен де жек көрдің ба? Көгершін. Жұмбақ жасырам тауып Сорпасын іштің ба? Өзің жек көрдің ба? Жұмбақ жасырам тауып алыңдаршы. Не лайт, не кусайт, в дом не пускай. Ё-моё, Руслан. Міне андай екінші жұмбақ бар. Аузына тыққан бәрін тығады. Руслан. Тірі нәрсе, неже хамек-памектан да әкелмеңдер. Мен сізді үйге қонақ қып шақырмаймын, мысығын жеп қойарсыз. Жайлап бейт мысыққа барап. Ужинға зор кетеді екенсің десе. Жұмбақ жасырам тағы да. Потом суп с котом деген шықпасын. Идеально келеді жоқ. Ай, ужас. Ужинға зор кетеді екенсің дей ма мысыққа. Мынандай Ансаган ты мал. Адес деген сөз бар артында. Сен молодец болды. Таиландқа барып не жеп келгенсіз? Сен күшті болды, қонаққа сіздің үйге баруға ойланып қалдым мысалы. Негізі Үйге барған кезде үйіне кіреді ғой, бір ашейін жатса бос. Мынау жігіттер менюда жоқ тамақ. Как раз қыста. Мынау тамақты мен үйімде ғана жей аламын. Жоқ.
біз аңсаған екенбіз, қалай болады екен деп. Негізі туберкулезі жақсы өмірде. екеуміз жөтеліп кіреміз да, шыққаннан кейін нағып жөтел кетіп қалды. деп. Жігіттер, Тағы бөлімде, менюда жоқ тамақ дегенде қасым. Даже мына жерде бөліп тастады ғой. Біз екеуміз жейміз, бұлар жемейді дегенге ше. Жоқ, біз Бөлінеді, иә? Жоқ, неменеге жейміз біз, жемегімізге жемесе. Мен де жегім деп жатқан жоқпын, мен жеймін деп айтпадым. Просто Сен как будто андай бір тістейді сияқты болып тұрсың да. Қасында ше. по-любому. Ладно, бір көрейік деп ше. Сенде хотя минимум андай ой болатын секілді, бірақ қасықты бекер алып келдің ба деген. Просто айтып отырмын. Жоқ, көгершін, мен стройкада жүрген кезде көгершін біздің братандар жасаған. Мен макарон ғана жедім. Жей алмадым көгершінді. Өйткені алдын сол көгершін арқылы хат жіберген да. Кептерлерді айтасыз. Кептер сол кептерді айтып отыр. Көгершіне кептер күшті болады екен, ет андай тығыз болады екен. Жемеген нәрсең бар ма? Тауыққа ұқсамайды, вообще ұқсамайды. Дичке ұқсайды больше. Жоқ, кептерді брат, ауылда почти любой адам жеген шығар, по-любому. Темный әдемі ет болады екен. Андай жылқының етіне қосып жіберсең әдемі шығады в общем. Ты просто не ешь ничего, мне кажется, просто. Жалпы тамаққа андай, саған бір порция тамақ береді, сен дәмін көресің просто. Ой, біз үйде жүреміз ғой, мысалы, Жека, турда жүреміз ғой, мысалы, күшті отельдерге алып барады кейде, завтра включен деген ше, қаншама отель. Мен шығам, жайылып жатыр тамақ, анан салам, мынан салам, сырын салам. Осьминоктарды іздеп жүресің. Осьминог жоқ енді. Жаңағы сосискаларын несін саласың, анан саласың, бүйтіп мынандай салатымен конкретно тамақ, кофесі бар, соғы бар тұрсаң, бір рисовая кашаны бүйтіп отырады. Бір просто кішкентай каша ұстау. Северный Кореяға жібереміз ба? Северный Кореяға келетін сияқты. Тико жемейді ондай көзі. Не өйтесің? Саған тамаққа деген махаббатты асыра сілтеп берген. Сенен алып қойған көбісін. Сен тартып ағасың ғой мені. Сондай ау деймін. Неге өйтесің тамақты? Желание жоқ па ондай қатты бүйтіп кайф ұстап жемейсің ба тамақты? Просто адам тамақ үшін өмір сүрмеу керек қой. Өмір сүру үшін тамақ ішу керек қой. Мынау. Тоқта, ручка-пучка бар ма? Жазып алайық қазір. Татуировка істету керек мына жазумен. Тамақ үшін қабақ қандай. Жоқ, ұзын қылып мына жаққа шейін. Мына жаққа шығып тұрса біресі. Мен, короче, негізі бала кезден андай, білмеймін, қалтамда 15 теңге болса да, бар пирожки жеуді жемей, өз-өзімнен аяп, үйге барып тамақ ішіп сөйтіп, короче, кішкене асқазанымды құртып, сондай болған ғой. Сол 15 теңге қайда? Мысалға. Қазір тамақ дұрыстап өте андай талғап ішемін, короче. В плане, бет алды нәрсе жей бермеймін, чтоб жаңағы ішім өтпеу үшін деген секілді. Жасымда кеп қалды оған қоса. Зачем маған туалеттен шықпау деген. Таза поликлиникада очередке тұратын болып қапты, Болып қапсыз. Мен тамақ... Уже апалармен спорт етіп, апай, мен едім ғой жаңа. Сенің справкың ұзындырақ ба? Сен келгелі бері бір тамақ жемедің, не? Жоқ, бір жедің, не бағана неде? Сен сол аңдып жүрсің ба? Бағана келгенде сэндвич жедім, с кониной. Одан кейін жаңа плов жедім. Плов жедің ба сен? Қасық бар сорада. Қанша пловты жедім деп айтпа сонда. Бірақ пловты жеп атқан кезде күріштердің бәрі саған қарап тұрды ғой бүйтіп. Бір екеуі секіріп кетті ма? Мен тілегенге кірмеймін. Просто сен көңіліңе қарап, мен аузыма қарай, сен ренжіп қалған жоқ па деп бүйтіп. Мен тамақ талғамаймын. Мен мысалы үшін ет, борщ, любой тамақ жей беремін. Только морепродукты жемеймін. Өйткені өмірде жек көрмеген. Жалпы сазан сияқты балықтарды жемейсің. Қуырылған жеймін. Қуырылған. Пісу керек. Классик KFC сияқты. Иә. Маған тамақ піспесе, андай сушидағы балықты жей бересің бе? Ана бетіндегін алып тастап, ана сушидің бетінде тұрады ғой, оранжевый. Соны алып тастап. Мен вообще О бетіндегі не? Бетіндегі. Балық ба? Піспеген ғой, көрдің ба? Запеченныйлар, жарынылар, пожалуйста. Бірақ паразит болмайды зат. Жалпы өмірді қандай тамаққа теңеуші едің сен өз өміріңді? Мынау күшті болды. Менің өмірім ет қой, беш ұрмақ қой. Әдейі, кайф. Өзі майлы, өзі конкретный. Жайдарман тодасы сияқты. Сенен сұрайын ба, или плов деп кете берейін? Менің өмірім винегрет. Өткені әртүрлі түсті эмоциядан тұрады. Пожалуйста.
или бірақ шыны керек, мен өмірім донер ғой негізі. жека с В донер. батоне куриный соусын көбірек қылыңызшы, с луком со всеми, перчигін дополнительно бере салыңызшы, пожалуйста. сосын Не бар собой. дополнительно, соның бәрі. Иә, айран бар ма? Қоса салыңыз. Так, сенің тамағың қандай? Сенікі қандай? Мен маклюбе деп отырмын. Маклюбе? Маклюбе көп неше түрлі тамақтар. Или бір андай пішінай сияқты ше. Қалай? Андай кімге ұқсап тұрмын ба? Лакомкаға. Лакомка деген бар еді ғой, ада білесіңдер ма? Арзан! Онша емес болып кетеді ортасы. Жартысы қатқан, жартысы нормально. Үсті жағын жедің, қалған принципиально ғой, сұрап. Болды, мен түсіндім. Коржикқа ұқсайын ба? Баяғыда андай ортасы басқан кезде андай жұмсақ болып тұрады да, шеттері қатқан коржиктер болды. Иә. Или барбаристі беріңдер маған. Иә, коржикқа құсайсың, шет-шеті қатты, ішіндегі жұмсақ жанға кіргізбейтін. Вау. Сондай Әзілдермен чисто школьниктарға керек. Болды, онда жаңғақ. Ё-моё, да, тиіп кетті. сен Рисибай каша ғой? біреу қойшы, суға піскен гречка бұл. Суға бізге кіреді. Рахмет жігіттер мені ПП-ға жатқызып отқандарың. Сен кімсің, айтшы, өзін айтшы. Біраз ойландым жаңа, кім деп өзім бастап алдым да. Ойланбаппын ол туралы, енді долбанский нәрсе ғой, қалай ойланасың? Жай өмірде ойланбайсың ол туралы просто. Кешке Қазір ойланып бастадым да. Мен өмірім қандай екен? Содан Фрикадельки ма? Менің өмірім андай, нанға май қант қосып, білесіңдер ма? Сол секілді как будто. неге түсіндірші, неге? А? Неге? Сол дейсің. Ja, бұның өмірі Просто нанға май болған. Бұл өзі қант қосып алды. Тамаша. Енді ондай мудрить еткен жоқ, просто мен жай айтсам. Но Жоқ, осы Просто тема таңдау дедім ғой. Мен өмірім анау огурцы помидордың соңындағы соус. Сәл шыдасаң атады деп ше. Ауылда жүрген кезде андай ойнап келесің да, жүгіріп келесің андай Формула 1-дағыдай жүгіріп келесің да, апа нанға май қант қос деп жүгіріп ойнап кетемін, короче. Сосын апа дайындап қояды деп бүйтіп немереге қойып қояды, верандаға. Жүгіріп келемін да, іліп әкетемін мынандай нан. Үстіне былай идеально май жағылған, сосын қантты бүйтіп себеді ғой, короче, бүйтіп. Білесіңдер ма? Бүйтіп. Былай ұстап тұрады ғой, бүйтіп себеді. Жеген кезде анау Қазір Міне! Мы нашли его кайф! Сонда Он просто не очинский! Қанттар бүйтіп тұрады ғой, бүйтіп. Сіздермен бірге оған не әңгіме жоласа, кездескенше қоштасу болыңыздар. Жека кадрға сыймай қалды, бізде сіздерге айтатын затымыз бар, құрметті достар. Біздің бағдарламаны қолдап жатқан Easy қосымшасына кірсеңіздер, оны жүктеп, сол жақта не әңгімені қарасаңыздар. Біріншіден, жұрттан бұрын 1-2 выпусты көріп жүресіздер. Екіншіден, Easy қосымшасы көп көрермендер жинап, біздің бағдарламаны әрі қарай спонсировать етеді. Сондықтан, құрметті достар, Easy қосымшасынан да бір рет қарап кетіңдер. не әңгіме жалғасын? Кім? Әңгіме бар ма? Бар ғой әңгіме. Ойбай, не ғой әңгіме деген. Жека! Не әңгіме